Ақыры күші бұрынғыдай болмай қалған кезде фермер оны қасапханаға жіберуге мәжбүр болды. Қарт ат жүрегінде қожайынының қатыгез емес екенін түсінді. Кетер алдында ол фермерге: "Мен әлі де тауда аң аулауға жараймын, бір пайдама жарармын", деді. Фермер бұған сенбеді. Мұны тек жанын сақтап қалу үшін айтылған сылтау деп ойлады. Бірақ сонда да қатыгездік жасауға дәті бармады. Көп жыл адал еңбек еткені үшін сый ретінде қарт атты босатып жіберді. Қарт ат тауға емес, орманға қарай бет алды. Үлкен бір ағаштың түбінен үңгір тауып алды да, оның ішінде жабайы аң тұратынын аңғарды. Сол сәтте ол үңгірдің аузына жатып өлгендей қимылсыз қалды да, кіреберісте түгел жауып тастады. Көп ұзамай үңгірдегі кәрі түлкі біртүрлі жағдайды сезіп, үлкен ұлын тексеруге жіберді. Жас түлкі ақтықты көріп, оны қар екен деп ойлап қайта келіп, "Үңгірдің аузы қармен бітеліп қалыпты", деп хабарлады. Кәрі түлкі ашуланып, "Жаздың ортасында қар ма? Есім дұрыс па?" деп ұрысты да, оны қайтадан жіберді. Бірақ бұл жолда хабар одан да күлкілі болды. Жас түлкі сыртта әлі де қар жауып тұр деп тұрып алды. Ашуға булыққан кәрі түлкі оны бір салып, өзі барып көруге шешім қабылдады. Ол иіскелеп мұқият қарады. Қарға ұқсамайды, бірақ оның не екенін де түсіне алмады. Сосын кішкене шұңқыр қазып, сыртқа сығалап шықты да, үңгірдің аузында жатқан қарт атты көрді. Түлкі атты сүйреп шығармақ болды, бірақ қанша тырысса да қозғалта алмады. Сонда ол ескі серігі қарт қасқырды есіне алды. Қасқыр 49 күннен бері аш жүрген еді. Түлкіні көре сала, оны жеп қоя жаздады. Түлкі асыға: "Үңгірімде өліп жатқан бір ат бар, бөлісіп жейік", деді. Ашкөз қасқырдың көзі жайнап кетті де, ол түлкінің соңынан ерді. Олар жоспар құрды. Алдымен атты қасқырдың аймағына сүйреп апару керек. Сонда қасқыр ең жақсы жартысын алады, қалғаны түлкіге қалады. Бірақ екеуі бірігіп тартса да, ат орнынан қозғалмады. Сонда түлкі тағы бір айлап ойлап тапты. "Сен алдан тарт, мен артынан итеремін", деді. Қасқыр сеніп қуана келісті. Ол бар күшін салып тартқан сәтте, қарт ат кенет орнынан тұрып, құйрығына мықтап байланған қасқырды сүйреп ала жөнелді. Қатты күлкі шығарып, фермердің үйіне қарай шаба жөнелді. Қасқыр не болғанын да түсінбей, жерде домалап сүйретілді. Түлкінің өзі де өмір бойғы айлакерлігінің ақыры қарт атқа көмектесіп кететінін күтпеген еді. Қарт ат қасқырды сүйреп, фермердің ауласына жетті. Фермер қарт аттың таныс есімін естіп, оны көргенде әрі таңғалып, әрі қатты қуанды. Ал сүйретіліп келген қасқырды көргенде бәрін бірден түсінді. Соңында фермер қасқырды базарға сатып, түскен ақшаға жұмысқа жаңа ат сатып алды. Ал